Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода лағман қамырын созуды көрсетемін. Бұл қамырды созудың оңай болғаны сонша процестен ләззат алатын боласыз. Ендеше бастайық. Бізге електен өткізілген ұн, салқын су және де тұз қажет болады. Тұзды суымызға салып, қасықпен араластырып ерітеміз. Електен өткізілген жоғарғы сұрыпты ұнымыздың үстіне құямыз. Қамырды бірден илеп кетпейміз. Ең алдымен ұнымызбен суымызды жоғарыдан төменге қарай қолымызбен қимылдар жасап араластырамыз. Нәтижесінде біздің сұйықтығымыз барлық ұнға бір келкі таралады. Ыдысыңыздың астында, шетінде құрғақ ұндар қалып қалмау керек. Енді қамырымызды біріктіріп, жұдырығымызбен илей бастаймыз. Нәтижесінде сәл қаттылау қамыр шығуы керек. Лағман қамырын бірінші рет созайын деп жатсаңыз, 400 грамм ұннан қамыр илеуге кеңес беремін. Яғни қолыңызды үйрету үшін, бұл қамырды түсіну үшін аз мөлшерден бастаңыз. 400 грамм ұннан қамыр илесеңіз, ол 4-5 порцияға жетеді. Видеоның астындағы описание бөліміне 7, 8, 10, 12 порцияға жететіндей ингредиенттер мөлшерін жазып кетемін. Дайын болған қамырды кем дегенде 20 минутқа пакетке орап қалдырамыз. Осы уақытта қамырымыз жұмсарды. Тағы бір рет қолымызбен дөңгелектейміз. Иі қанған, тынған қамырмен жұмыс істеу өте оңай. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз бір тегіс, бір келікі бола бастады. Тағы 20 минутқа қалдырамыз. Жиырма минут өткен соң, қамырымызды оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып аламыз. Пышақтың көмегімен орташа мөлшердегі жолақтарға бөлеміз. Енді осы жолақтарымызды дөңгелектейміз. Бұл этапта біздің мақсатымыз қамырды созу емес, жай ғана дөңгелек формаға келтіру. Әрбір жолақты үстелдің үстіне қойып, осылай қолымызбен дөңгелектейміз. Үстелдің үстіне қоймай, алақаныңызбен осылай дөңгелектеуге де болады. Енді әрбір қамырды майлап ыдысқа орналастыруымыз керек. Ол үшін кесемізге шамамен 100-150 грамм сұйық май құйып аламыз. Әрбір қамырды майға батырып, артығын сәл ғана қолымызбен алып, тәрелкемізге ұлу секілді формада орналастырамыз. Міндетті түрде осы ұлу формасында орналастыру керек деп айтпаймын, алайда дәстүрде солай қалыптасқан. Бастысы барлық қамырды майлап, бетін жауып қойсаңыз болғаны. Бетін жауып кем дегенде 20-30 минутқа қалдырамыз. Осы уақыт өткен соң, ең бірінші етіп орналастырылған ортасындағы қамырдан бастап созамыз. Әбден иі қанған қамыр өздігінен созылады. Қамырды бас бармақпен сұқ саусақтың көмегімен дөңгелектеп, біртіндеп созамыз. Қамырды бір қолымыздан екінші қолымызға ауыстырғанда, ол өздігінен созыла береді. Біздің мақсатымыз қамырды дөңгелектеп отыру. Біз не үшін сұйық май қолданамыз?
май қамырды жұмсартады және кеуіп қалудан сақтайды. Бастапқыда тәрелкеден 2 қамырды алып созуға кеңес беремін. Кейін әбден үйреніп алған соң, бір созғанда 3-4-еуін созсаңыз болады. Екінші қамырды созуды бастаймыз. Дәл осы әдіспен бір қолымыздан екінші қолымызға ауыстырып, бас бармақпен, сұқ саусақпен қамырымызды дөңгелектеп отырамыз. Сіздерге толықтай түсінікті болу үшін, бір көргеннен үйреніп алу үшін видеоны өткізбей, барынша жылдамдатпай көрсетіп жатырмын. Екі қамырымызды да бір рет созып алдық, енді екінші рет созамыз. Лағман қамырын 2 рет созу жеткілікті. 3-ші рет созсаңыз, тым жұқа, тым жіңішке болып кетеді. Менің YouTube каналымның ары қарай дамуына, қазақ тілді контенттің кең етек жаюына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнап жатса лайк басып пікір қалдырыңыз. Каналға тіркелуді де ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде міндетті түрде жауап беремін. Екі қамырды да 2 рет созып алдық. Осы уақытта отта тұз қосылған суымыз қайнап жатуы керек. Қамырдың бір ұшын ұстап, алақандарымызға, қолымызға кезекпен осылай видеода көрсетілгендей жинаймыз. Жиналған қамырды үстелге бірнеше рет соғып аламыз. Сонда қамырымыз одан сайын созылып, біркелкі бола түседі. Пісу барысында қамырымыз сәл ғана ұлғаяды. Қамырымыз судың бетіне көтеріліп, суымыз қатты қайнай бастаған соң, 1-2 минут пісіру жеткілікті. Мен міндетті түрде піскен қамырды салқын суға жуып аламын. Дайын қамырды ыстық судан суық суға орналастырған кезде пісу процесі тоқтайды және де қамыр бір-біріне жабыспайтын болады. Піскен лағман қамырына тәрелкеде қалған артық майды құйып араластырамыз. Дайын піскен лағман қамырын тоңазытқышта немесе мұздатқышта да сақтауға болады. Тоңазытқышта 2-3 күн бұзылмай сақталады, ал мұздатқышта 2-3 апта көлемінде сақтауға болады. Өзіңіз қолмен созған лағман қамыры ерекше дәмді. Бір рет жасап үйреніп алыңыз. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.